24-ші сабақ шамалар арасындағы тәуелділік. Менің жұмсайтын шығындарым. Сен 3-2 шамалдан тұратын есептерді шығарасың. Бірінші, кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар. 1 өшіргіш 9 теңге, 3 өшіргіш қанша теңге? Шешуі 3 көбейту 9 тең, 27 теңге, яғни құны 27. Жауабы 3 өшіргіштің құны 27 теңге тұрады. Номер 2. Дүкен ойыны. Сен дүкенге келдің. Әрбір сатып алынған заттың құнын анықта. Кесте бойынша есеп құрастырыңдар. 9 теңгеден 5 дәптер, 7 теңгеден 4 дәптер қап, 8 теңгеден 2 ашық қат. Сонда 9 теңгені 5-ке көйтеміз 45 теңге, 7 теңгені 4-ке көйтеміз 28 теңге, 8 теңгені 2-ке көйтеміз 16 теңге. Дәптер 45 теңге болды, дәптер қап 28 теңге болды, ал ашық қат 16 теңге болды. Номері 3. Есептер құрастыр. Болды 70 теңге, сатып алынды 8 теңгеден 3 қарындаш және қалды белгісіз. Шешуін табу үшін 70-тен 3 пен 8-ін көбейтіндісін азайтамыз, тең болады 46-ға. Номері 4. 500 теңгеге не сатып алар едің? 4 350 теңге, қосу 140 теңге, мұнда 490 теңге. 500 теңгеге 4 пен 140 теңгенің соқ байрам басын сатып алуға болады. Номері 5. Есептер құрастыр. Болғаны қанша теңге сатып алынды, қанша теңгеден қанша дана, қалды қанша теңге. Болғаны 100 теңге, сатып алынды 10 теңгеден 5 дана, қалды белгісіз. 100 минус 10 көбейтілген 5 тең болады 100 минус 50 теңге, 50 теңге, жауабы 50 теңге қалды. Номер 6. Есепте. 25 мың минус 5 мың қосу 12 мың тең болады 32 мың. 25 мың минус 5 мың қосылған 12 мың, 25 мың минус 17 мың тең болады 8 мың.